Не үшін ұстады полиция қызметкерлері? Ойын ойнатылып жатқан кезде ұстады. Жалпы. Мен өзім әрекетіме карантин жағдайына шығып кеткеніме ол үлкен кешірім сұраймын. Әрине мен ол жағын қауіпсіз сақтауым керек. Кешірім сұраймын. Әрине ол көрініп тұр ғой, неге тікелей эфир барлығы тікелей эфирде болды, барлығы көріп отыр бұл жерде. Неге карантин режимін бұздыңыз? Барлығы мәжбүрлікқа. Күнәңізді мойындайсыз? Мойындаймын. Кешірім сұраймын. Карантинді бұзуға тура келді. Сол үшін кешірім сұраймын. Өзіңіз менен карантин режимін бұзғанын түсіндіңіз бе? Түсініп тұрсыз. Мен мойындаймын. Сол үшін кешірім сұраймын. Бірінші рет болып тұр ғой. Енді бұдан қайталанбайды. Карантин режимін бұздыңыз ғой? Я карантин режимін бұзып қатемді мойындаймын, қате жазғанын сұраймын. Неге бұздыңыз біле тұрасыз? Карантин режимін. Дос балам көмек сұрағаннан кейін. Күнәңізді мойындайсыз ғой? Карантин кезінде карантинді бұзғанда өкінемін, кешірім сұраймын, енді екінші қайталауын сөз беремін. Мен карантин режимін бұзғаным үшін ұстады. Бұл жасаған ісім үшін өкінемін, және заң бұзғаным үшін өкінемін. Раскаиваюсь в содеянном, нарушил закон. Сізде жұмыс істеуге рұқсатыңыз болды ма карантин кезінде? Болған жоқ. Соны біле тұра шықтыңыз сіз де? Мен көшіндіп шықтым, бірақ та бұл істеген қателігімді мойындаймын. Еш қайталанбайды. Сіздің жұмыс істеуге карантин барысында рұқсатыңыз бар ма? Менің рұқсатым бар. Соны біле тұра сол жерге бардыңыз, үйден шықтыңыз. Енді өзіңіз қандай баға бересіз өзіңіздің әрекетіне? Аса, дұрыс емес. Кешірім сұраймын. Кешірім өтінемін. Қателік үшін карантин режимін бұзғаным үшін. Сіздің жалпы карантин барысында жұмыс істеуге рұқсатыңыз бар ма? Неге сіз оны біле тұра карантин режимін бұзып үйден шығасыз? Өзіңіздің әрекетіңізге қандай баға бересіз? Өкінемін, сосын кешірім сұраймын осындай әрекетке